Ораздан хан Жәнібек мұны естті, сүйініп, қуанғаны әбден өтті. 300-дің баласына хабар беріп, Абылайды хан сайлауға көңілі кетті. Шақыртып орта жүздің қарияларын жинады, ордасына елдің бәрін. Деп айтты қариялар, естіңіз, қартайып күш қуаттым кетті менің. Төңіректе қатар жатқан дұшпандар көп, әрқашан ел шабуда қалмақтары кеп. Ойда орыс, қырда қоқан шүршітің бар, қазақты ешбір айтпас алмаймыз деп. Соларда бізден артық бір әдет бар, үкіміне бір адамның қарап тұрар. Сол адам қайсы түрлі бұйрық етсе, қайтармай айтқан әмірін қабыл қылар. Біз дағы бір адамды хан көтерсек, қай түрлі бұйрық етсе, соған көнсек. Айнала көп дұшпаннан сақтар еді, әскермен, дүние малмен жәрдем берсек. Бұл сөзді айтпақтағы бір мұддағам, сіздерге білдірейін оны да хам. Қашырып қалмақ жауды кек қайтарған жігіт бар ортамызда Абылайнам. Баланың асыл екен арғы заты, өзіме мәлім болды ақиқаты. Сол күні көп қосынға ұран болған өзінің Абылай деп қойған аты. Абылай бізге лайық хан болмақта, атасы да хан екен мінген таққа. 300-дің баласына еге болып жібермес ер намысын бөтен жаққа. Баршаңыз мақұл десең қабыл көріп, әр елге, әр руға хатшы беріп, Абылайды хан сайлауға шақырамын 300-дің баласына хабар беріп. Баршасы бірден айтты, жақсы бұл іс, Абылайдың хан болғаны әбден дұрыс. Қазақтың баласынан табылмайды қай күні соғыстағы қылған жұмыс. Ер екен әр уақытта соны қылар, дұшпаннан сырттан тиген сақтап тұрар. Ұлы жүз, кіші жүзге білдіріңіз, ешкім жоқ, орта жүзде мойын бұрар. Жәнібек мұны естіп құрсаттанып, шақырып бір молданы қасына алып, 300-дің баласына хат жаздырды тілегін, үлкендердің хатқа салып. Жазылған былай еді хат мазмұны, келер жыл пәлен айда пәлен күні, жиналып Түркістанда бас қосамыз, жақсылар келсін сонда қалмай бірі. Баршасы мақұл десе қабыл көріп, ортадан Абылайды хан көтеріп, үкіміне мойын ұсынып ел болайық 300-дің баласына ерік беріп. Ұлы жүз үйсін қаңлы ысты дулат, орта жүз арғын қыпшақ наймат қоңырат, кіші жүз байылы алшын тама табын бәріне жетіп еді жазылған хат. Әр елдің, әр рудың жақсыларын шақырды қалдырмастан жинап бәрін. Ұлы жүз адамында ол уақытта Төле би әділ еді басшы соның. Орта жүз адамына ол уақытта Қазыбек Қаздауысты қойған нәмі. Кіші жүздің басшысы Әйтеке би қариялық даналықтан асқан бәрі. Жақсысын үш орданың алып тілге, қауымы мадақтаған мезгілінде 300-дің баласының қариялары жиналды Жәнібек хан айтқан күнге. Өзі де Жәнібектің келіп еді, жолығып, әрі бірінің жүзін көрді. Бәрінің Түркістанда басын қосып, қазақтың қамын жеген кеңес құрды. Келгендер Абылайдың түрін көріп, көргеннен кетер еді көңілі еріп. Хан болса халық кегін жібермес деп ойлады, баршасына қиял еніп. Бас қосып бірнеше күн бірге тұрды, сөйлесіп, жұрткершілік кеңес құрды. Ақыры Абылайдың хан болуын бәрі де бір ауыздан қабыл қылды. Әкеліп, ақ киізді жазып салып, үстіне отырғызды ханды апарып. Қолдасып, әр рудың қариясы киізді ұстадылар бәрі барып. Ұлы жүз Төле биге жолын берді, Қазыбек орта жүзден шыға келді. Әйтеке кіші жүзден киізді ұстап, біреуі Жәнібектің өзі деді. Төртеуі төрт бұрыштан ұстап тұрды, көтеріліп жоғары таққа мінді. Орныңыз құтты болсын ханымыз деп аузынан барша бидің айтылынды. Дәулетбай елден ерек құрсан болып, той қылды бірнеше күн көп мал сойып. Қарияның баршасынан бата алды алдына әрі бірінің аттың қойып. Русия, Қытай, Қоқан, Хиуа, Бұқар, Тәж киген сол елдерде патшалар бар.
Абылайдың 300-ге хан болғанын хат жазып баршасына білділер. Қол қойған баршасынан қағаз келді. Асылдан әрқайсысы сауқат берді. Атыраптың хандарына қол қойдырмақ келетін ілгерден рәсім еді. Хандығын Абылайдың халқы естіп, баршасы жүрер еді шаттық етіп. Қазаққа дұшпандығын қоймағанның көңіліне қайғы кірді қорқу жетіп. Абылай барша жұртқа мағлұмданды. Артықша қазақ елі көп қуанды. Бірі биі орта жүздің ханға келіп, бізге айтар сөзің бар ма деп сұрады. Хан айтты, жақсыларым естіңіз, бас болдық, жас болсақ та сіздерге біз. Қазақтың күш қуаты ынтымақта, ілгерігі қариялардан қалған бұл сөз. Баршаңыз татулықты көңілге алып, тұрайық бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен ынтымақпен қол шығарып, құрысын араздықтың бәрі қалып. Еліне біреуінің дұшпан келсе, әскері басым болып егер жеңсе, жер алыс, жете алмаймыз деп отырмай, барыңыз, қосын алып, хабар берсе. Оқыған Кәрім Нұргүл.